сіздермен бірге мен Нұрекезет. Достар, бүгінгі видеода мен қалай YouTube'қа салған видеоның бетіне қалай суретті қоюға болатынын көрсететін боламын. Яғни былай, осылай суретті қалай қоюға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең бірінші Martin'dan тартып алу керек сіздерге. Мынандай творческая студия деген тартып алу керек. Творческая студия YouTube деген тартып алу керек достар. Ол үшін менде шығып тұр. Тартып аласыздар, кіресіздер осыған. Кімнен кейін YouTube'қа бір видео салсаңыздар, мысалы мен қазір бір видеома сурет қойайын. Мысалы мен бір сурет дайындап қойдым. Мына видеоға алдында ойлады басқа сурет қойылып кетті. Видео етіліп, осының суретін ауыстырдым достар. Үстіп кіресіздер, мінекей одан үстіге қалам басасыздар. Қалам басасыздар. Одан кейін тағы да основная информация деген тұру керек. Одан кейін тағы да қалам шығады, соны басасыздар достар. Кейін свой значок деген шығады. Свой значокты бассаңыздар, мінекей өзіңіздің галереядағы суреттерге кіреді. Яғни мысалы менде міне осы сурет спраутпен ойнаған. Осы суретті мінекей мен қойдым. Выбрать басасыз и сохранить деген басасыз достар. Қойылып жатыр. Достар, осылайша видеоның бетіне сурет қоя аласыздар. Мінекей енді көреміз. Мінекей достар, видео бетіне сурет шықты. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпайық. Өз ойларыңызды комментария қалдырып кетіңіздер.